Қызылордада болса, Қазақстан халқының бірлігі күнінде су басқан аймақтарға қол ұшын созған сырбойлық жомарт жандар сый құрметке бөленді. Тасқыннан зардап шеккен облыстарға Сыр өңірінен 200 миллион теңгенің гуманитарлық көмегі жіберіліп, 216 арнайы техника жөнелтілген болатын. Еліміз үшін қиын сәтте түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері ұйысып, егістерге көппен бірге атсалысты. Күшіміз бірлікте ұранымен Қазақстан Халқы Ассамблеясының Қызылорда облысындағы ұйымы батыс өңірлерге бірнеше мәрте гуманитарлық көмек жіберіп, елмен бірге қиындықты еңсеруге өз үлесін қосты. Бірлік ынтымақ бұл барлық қазақстандықтар үшін өзінің жаңағы мызғымас ұстанымына айналды қазіргі таңда. Өйткені біз барлығымыз осы қазақ жерінің азаматтарымыз, осы қазақ елінің азаматтарымыз. Сондықтан бірлігіміз әрқашан жасай берсін. Салтанатты жиында аймақ басшысы сыр жұртшылығына айрықша алғысын білдірді. Өйткені тасқын су басқан өңірлердегі ағайынға қол ұшын созып, көмек көрсетуде сырбойлықтар жұдырықтай жұмылып, бірліктің озық үлгісін көрсетті. Мерекелік шарада егіске атсалысқан кәсіпкерлер, ассамблея өкілдері мен волонтерлар марапат төрінен көрінді. Су алып бастаған кезде қарап отыра алмай, біз ауданнан ерікті түрде шығып, халықтан көмек сұрадық. Күшіміз бірлікте атты челлендж жолдап, сол халықтың қолдауымен 9 миллионға жақын Ақтөбе облысына 7 автокөлікпен көмек көрсеттік. Алдағы уақытта қызылордалықтар береке бірлікте атты республикалық акциясына үн қоспақ. Яғни ерікті құрылыс отрядтары, волонтерлар тобы мен жастар ұйымдары тасқыннан зардап шеккен аймақтарды қайта қалпына келтіру жұмыстарына аттанбақ. Әділбек Сергұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.